Құранда мынадай бір аят бар. وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Дұрыс па? Қараңыздар. Икрим айтады, осы аяттың тәпсірін дегі адамды білу үшін 14 жыл іздендім дейді. 14 жыл іздедім. Бұл кімді айтып тұр Алла Тағала? Ман яхруж мин байтихи, үйінен шығады. Мухажиран илаллах. Алла ва расулихи бар, Алла және елші үшін хижра жасаған адамды Алла Тағала тілге тиек етеді Құранда. Оның сауабы Алланың алдында дейді. Осыны 14 жыл іздеп жүріп, осы аяттың тәпсірін таптым дейді. Ол кім екен? Ол мына сахаба екен. Алла Тағала қияметке дейін оны айтып кетті. Ол сахаби өте қарт сахаба болады, атын айтпаймын. Қарт сахаба, бүкіл мұсылмандар Медина көшіп кеткенде, ананың шамасы жоқта көшіп кетуге. 4 баласы болады, балаларына айтты, мені алып кетіңдер дейді. Мен де, ой, әке, сен шыдамайсың, 90-нан асып кеткен ғой, жүре алмайды. Жоқ, мен де көшем, Алла елсімен бірге. Тіпті көше алмайтынын білгеннен кейін, оң қолын сол қолына қойып, мен Алла елсіне байғат жасадым деп айтады. Бірақ бәрібір шығады ол сахаба. Шығып, жарты жолда дүние өтіп кетеді. Сол аятта мухажиран илаллахи ва расули, сосын вақа ажруху илаллах, алаллах. Сүмма юдрикул маут, өліп кетеді. Аятта айтып тұр. Сосын Алла жолында хижра жасап, сүмма юдрикул маут, дүниеден өтіп кететін болса, ол өтіп кеткен сахаба ғой, соны айтып тұр Құран. Оның әжірі, сауабы Алланың алдында. Алла береді. Көрдіңіз бе? Ол кім сонда? Мен де ұмытып қалдым дұрыс. Жундаб бин Хабиб деп айтады біреулері. Жундаб дейтін сахаба. Яғни бұл жердегі мақсат осы аятты түсіну үшін кезінде ғалымдарымыз көп еңбек еткен бір аяттың тәпсірі үшін. Қазір аударып жаза салу оңай, бірақ оның артында қаншама еңбек жатыр. Білесіздер ме?